Баған айтқан не сөз? Мен не деппін? Бүкіл балалардың көзінше. Айтқаным тыңдамай қайда кетіп барасың? Не? Үлкен жігіт болып кеттің ба не? Жоқ. Әлде таяқ жеген оңай ма саған? Жоқ. Ертесі тағы бір жоқ десең, жоғалтып жіберем. Мектеп не? Сен үйің ба? Әлде сен қорғайтын ағаң бар ма, көкең бар ма? Кімге сеніп жүрсің сен өзі? Ешкімге. Ал, жігіт болсаң дәлелде. Оразбек, мен таяқ жесем саған да жаман болады. Тұр бері. Тұр бері. Ей, мені жақсылап тыңдап ал. Егер де мен отыр десем отырасың, тұр десем тұрасың, жүгір десем жүгіресің, ұқтың ба? Мен саған не істедім? Сен не? Мектепте қыздардың алдында батыл болғың келе ма? Қысқасы әңгіме былай. Осы аптаның соңына дейін маған 10 мың теңге алып келесің. Егер де осы әңгіме мұғалімдердің біріне жетсе, 20 мың теңге болады. Ұқтың ба? Не үшін? Сен не? Әлі сұрақ қойып тұрсың ба? Мен қайдан алам ақшаны? Жоқ менде. Түсінбейді екенсің, Ұлан, тұрш, бері қарашкін. Ештеңе болмақты өтер, жүр кеттік сабаққа. Мен үйге қайттым. Бүгін Қазақстан тарихынан қорытынды сабақ қой. Өзің бара бер. Ұлан, ренжімеші енді. Оларға мен ештеңе істей алмаймын ғой. Сабағыңа бар. Үйде мамам жалғыз. Мен үйге барам. Балам, сабағың қалай болды? Кеше сынып жетекшіңе жолыған ба деп едім. Уақытым болмады. Жақсы мама, уайымдамаңыз. Құлыным сол, жақсы оқы сабағыңды. Болашақ оққандардікі. Оқып жатырмын мам. Сіздің үмітіңізді ақтаймын ғой. Сен ана бірінші сыныптан бері алған мақтау қағаздарыңды марқұм әкеңе көрсетсе ғой шіркін. Мам, қойшы енді. Күнім сол, жалғызым сол, сенен басқа кімім бар менің. Мама, азаматтар көрсе не ойлайды? Осы Ұланды мамасы әлі күнге дейін еркелетеді деп айтпай ма? Енді сен кеше неге мектепке бармағансың? Кім айтты? Мектеп үйдің іргесінде ғой. Бәрін де білеміз. Айта береді мам, қалған жоқ сабақтан. Анау тарихтан қорытынды сабаққа қатыспапсың ғой. Ой, мам, бәрі жақсы дедім ғой. Кейін ішіп бір істейін. Құлыным сол, қарның ашқан болар жүре ғой. Шай ішейік. Айару, тоқтай тұрш. О, сәлем. Сәлем. Кеше сабақта неге қалдың? Қорытындыдан саған баға қоймады. Қоймаса қойсын. Мені білесің ғой, басқасы тарихтан төмен баға алмаймын. Әлі бәріңнен озып кетем. Иә, сенің сабақты жақсы оқитыныңды бәрі біледі ғой. Содан кейін болар, бір рет қалсаң болды, орының білініп қалады. Иә, 11-ші сыныптағы Оразбек рахат, Иә. Бары не, жоғы не, ешбір мұғалім басын қатырмайды. Оразбек тентек қой. Естідің бе? Кеше 8-ші сыныптың бір баласының басынан қаламсаппен шертпек алыпты. Жоқ. Сөйтсе, әлгі оқушының басы жарылып қалыпты. Ата-анасы мектепке келіп, үлкен айғай-шу болған көрінеді. Айару, кешкісін қолың бос болса, саябақта серуендеп қайтсақ, менімен бірге. Ойланайын. Кешке хабарын берем, жарай ма? Жарайды. Жоқ деген жауап қабылданбайды. Балапан, кімге қадалып тұрсың? Жай Айару ғой, сабақ жайлы. Айарымен сөйлескен көрсем, осы мектепте оқымайтындай қыламын дедім ба саған? Иә. Неге сөйлесесің онымен? Жүршес бұда қарай сөйлесіп қайтайық. Қайда? Бас аяғыңды. Он мың теңгені әкелдің ба? Жоқ дедім ғой саған, қайдан аламын ақшаны? Ей, тағы да бір күн уақыт берем. Рас, әлімжеттік ертеден ақ бар. Десе де дәл жауыздыққа, қатыгездікке үндейтіндей болмаса керекті. Қызға 40 үйден тиым, ұлға 30 үйден тиым дейтін қазақтың салмақты ойының қадір кете бастағанының айқын көрінісі еді бұл.
қазақтың тиым деп аталатын ежелгі өнегесінің ешкімді де қызықтырмай бара жатқанына алаңдайтындар біздің қоғамда көбеймесе азайған емес. Ал ұстаздардың жан айқайын ешкімнің тыңдап жатпайтыны тағы да рас. Қазір осы мәселеге қатты көңіл бөліп жатыр. Әр мектепте инспектор бар. Мектепте әлем жетік жасауға болмайды. Бәріңде бір қазақтың баласысыңдар. Қайтаға бір-бірлеріңе көмектесіңдер. Қыздар, неге үндемейсіңдер? Сендер айтыңдар. Айару. Ағай, мен ештеңе көрген жоқпын. Қаридың ұлын басын қаламсаппен жарып тастапты. Ол ақылды бала, барып та әкесіне айтты. Есесіне Оразбек жазасын алады. Сосын ешкімге де тиіспейтін болады. Ауруын жасырған өледі деген қазақ. Біреу тиісті ме, келіңдер де маған айтыңдар. Азамат, сенің ештеңе деген келмей ме? Үйіңе көйлегіңнің жағасы жыртылып барыпсың ғой. Талдың бұтағына іліп алдым аға, ештеңе болған жоқ. Сендер ақ осы талдың бұтағына ілініп құлап, бір жерге соғылып жүреді екенсіңдер. Осыған сенеді ғой дейсіңдер ме мені? Бұдан былай, осыған байланысты семинар көптен өткізетін боламыз. Бәріңде бір мектепте оқып жүріп, бір-біріңе қол жұмсау ұят нәрсе. Мынандай тыныш уақытта. Не деген сұмдық. Сендер 9 сыныпта оқисыңдар. Әлі 2 жылдарың бар. Оразбек сияқты ақымақтардың соңына ерсеңдер, ертең өкінесіңдер. Олам, тұр орныңнан. Көзіңе не болды? Құлап қалдым ағай. Ешқандай да құлаған жоқсың. Шын айтам ағай. Ауладағы әжетханаға жүгіріп бара жатқам. Аяғым сүрініп кетіп. Олағанды кім ұрды айтыңдар? Олағанды кім ұрды? Неге үндемейсіңдер? Еліміздің болашағы сендер дейміз. Ал сендер өтірік айтуды мектептен бастап үйреніп жүрсіңдер. Ертеңіміз өтірікке құрылса қандай мемлекет боламыз біз? Қандай ел боламыз? Психолог келсе де үндемейсіңдер. Инспектор келсе де үндемейсіңдер. Қалай түсінеміз бұны? Қараңдар олағың түріне. Қараңдар. Жарайды. Бүгін көз көгерттік. Ертең бір жер сынды, құлап қалды. Сонда да үндемей отырасыңдар ма бәрің? Мен сендер сынып жетекшілеріңмін. Ақылды болсаңдар, мектепте кімдерге қысастық жасап жүрген маған айтыңдар. Осы бастан тоқтатайық мұндай масқараны. Ешқандай да құламаған. Кім ұрды айт? Құлап қалдым дедім ғой ағай. Ұлан, сабақта неге қалып жүрсің? Енді қалмайым ағай. Ұлан, сен сабақты өте жақсы оқисың. Мектептің мақтанышысың. Түсінем, 9 сынып. Мектеп өмірінде әсіресе ұлдарға ең ауыр кезең. Бірақ біреуден таяқ жегеніңді айтпасаң болмайды. Құлап қалдым дедім ғой ағай. Қазымыз, қарасаңшы қалай төбелесі де? Неменем? Басын қазығында өйіқтай өргенше дайындалмайсың ба? Күннен кешкісін жүгір. Бұл шығеттерін қат етсіңші? Сен қазан бас болады, сен мау бас екенсің ғой. Қазан бас, ертеңі ұланға барасында ақшаны аласың. Сөйтті маған алып кеп бер. Жүре ма? Адам болмайсың сен. Кетші. 5 теңге сенкі. Ертең барды алып кел, ұмыт кетпе. Менің басқа маңызды жұмыстарым бар. 5000 теңгесі менікі ма? Айттым ғой сенкі деп. 9 сыныпта ұлан бар емес пе? Соған барасында ақшаны аласың. Қатты ұрып жіберме, ертең күн бәле болады. Бір рет шапалақпен тартып қалсаң болды ғой. Сол байқұстарды ұрмай қойсақ болар еді. Ой, жесін таяғы ештеңе болмайды. Біз 9 оқыған кезде біз де ұрды ғой. Ақша бердік. Есесіне ертерек ер жетеді. Көрсін оларды. Есесіне қыз секілді майысып жүрмейді. Ертерек жігіт болады. Жігіт болам десең, алдымен таяқ қашты. Бәрібір дұрыс емес ғой.
мектеп ішіндегі ешқандай құжатқа жазылмаған қатыгез заңның орындаушысы осы Оразбек болатын. Өзінен төмен сыныптағыларға күш көрсету ол үшін күнделікті қалыпты іске айналғанда. Өзінің бұрыстығын мойындамайтын ол, дұрыстығына көз жеткізіп жүргендей масайрайтын. Мам, неге әуре болдыңыз? Өзім ақша салатын ем. Жоқ, сен шайыңды бермесең. Қалай ұйықтайын? Мам, тек жыламаңызшы енді. Ұлан, мынауың не? Не болған саған? Ештеңе болған жоқ. Қанша рет айтамын саған өтірік айтпа деп. Кім ұрды сені? Қай тәрбиесі сен ұрды? Мам, мен кеттім. Мектепте қосымша сабағым бар. Бармайсың ешқайда. Өз балаларының тәрбиесіне жауап бере алмайтын мектепке мен сені жібере алмаймын. Мен сені мектепке кіргенде осылай көзі көгеріп жүрсін деп берттім бе? Айғарап жүрді ғой деймін ана Мақсат ағаларың. Мам, жай құлап қалдым дедім ғой, неге түсінбейсіз? Көрді тұр, осылай мектебіңе барып тұр, көздеріне көк шыбын емелетем. Көрсін менің балам тұрған қалай болатынын. Одан да отыр, сабағыңды оқы. Жақсылығыңды көрем бе десем, күн өткен сайын бетіңмен кетіп барасың. Мам, мектепке барушы болмаңыз. Ұят болады. Олар ұялсын. Көзің шығып кетсе қайтесің? Барма дейді ғой. Басынайын деген екен. Жалғыз деп жағасынан жармасатын шығар. Көрсетейін мен оларға оңбағандар. Кез келген ата-ана баласын мектепке ұстаздарға сеніп тапсырады. Үлкен үміт күтеді. Біз қандай үміт күтеміз? Айтшы. Біз жұмыс жасап жатырмыз. Кім ұрған әлі белгісіз. Белгілі болғанда жазасын алады. Жазасын алады дейді ғой. Сендерді құр сөздеріңді қыстырмайды қазіргі балалар. Мектептен шығарып жіберіңдер. Сіз түсінсеңізші, 1-2 жылдан кейін мектепті бітіріп, әскерге баратын балдар ғой. Барынша қадағалап жатырмыз. Мектепте 1000-нан астам бала бар. Бізге де қиын. Саған бәрібір мектеп басшылары осындай әрекеттерді жасырып өздері абыройларын ойлайтын өтірік пе? Біз еш нәрсені жасырмаймыз. Анықтап жатырмыз. Барынша анықтап жатырмыз. Осы сендер балалардың болашағына бұлыңғыр қарайсыңдар. Мектепте әлімжеттіктің пайда болуына сендер, мұғалімдер кінәлісіңдер. Неге олай дейсіз? Біз де кінәлі шығармыз. Бірақ балаңыздың 24 сағатын, 7 сағатын біздің қасымызда, қалғаны сіздердің қастарыңызда. Неге бізді кінәлай бересіздер? Енді кімді кінәлайын? Көзі көгеріп келді. Оған менің жүрегім ауырады. Айтпайды олар. Сұрасаң құлап қалдым дейді. Өздерінің заңы бар. Мұғалімге кім айтса, соны тоқылдақ дейді екен. Естер дұрыс па? Тоқылдағы несі? О не бәле тағы? Біз де соны түсіне алмай жатырмыз. Қолыңызға айтыңыз. Кім ұрғанын айтсын бізге. Айтады. Айтқызамын. Айтпаса өзім ұрамын оны. Мен жасырмаймын. Барлық мектепте бар осы мәселе. Бірақ оқушылар бізге көмектеспейді. Кім ұрғанын айтпайды. Әбден жүрегім ауыратын болды. Маған да оңай тиіп жатқан жоқ апай. Басшылардан сөзесіп жатырмыз. Психологта, инспекторда бәріміз сөзесіп жатырмыз. Барынша тырысып жатырмыз. Қолыңызға айтыңыз. Кім ұрғанын айтсын бізге. Айтады. Айтпай көрсін. Азамат, Ал ағай. бері кел. Жаңа ғана ұланның анасы келді. Көрдің бе? Иә, жаңағыны шығып бара жатқан ғана көрдім. Ұланды кім ұрды? Айтшы сен. Сен жақын досысың ғой. Таяқ жеп жүрген досыңа жаның ашитын шығар. Мақсат ағай, Кім деймін ол? Оразбек сол ұрды ағай. Оразбек. Иә ағай. Оразбек. Қанымда іштің ал сені. Бар кете бер. Ешкімге де айтпаймын. Иә ағай. Бара бер. Оразбек. Енді ешкімге де қиянат қылмайтындай қыламын сені. Үйіңе бармайсың ба бүгін? Білмеймін. Мамам жаным шығаратын шығар. Ұлан, үйіңе бар, мамаңды ренжітпе, сенен басқа ешкім жоқ қой. Тағы да сол сұрақ. Кім ұрды, көзіңді кім көгертті деп мазаны алады. Ұлан, мен айтып қойдым. Нені? Сені кім ұрғанын Мақсат ағайға? Не? Сен басың істей ма? Мамаң келіп Мақсат ағайға ұрысты, оның еш кінәсі жоқ қой. Енді мен мектептегі балалар тоқылдақ деп атайды. Жіберше жағынан тоқылдақ болса, мен ақ тоқылдақ болайын. Мен айтты деп бар. Ақымақ. Білсін, Оразбектің жазаланатын уақыты болды ғой. Өзіміз-ақ бірдеңе қылып шешер едік қой. Қалай шешесің? 10 000 теңгені бердің апарып. Кейін көресің 20 000 теңге сұрайды. Бұға берсең сұға береді олар.
көреміз. Осылай жүре береміз ба су құйып? Қазір мақсатқа кіріп кетсін. Әйтпесе екі көз бізде. Нұртас, бер кел. Бас аяғыңды. Мынау мен 10 шелек суға кеп қиясың. Мына гүлдерге. Ұқтың ба? Сенен сұрап тұры. Бар. Қызымыз. Мынау саған. О, рахмет Оразбек. Менің қасымда жүрсең, аш қалмайсың. Қазанбас. Мынау аз емес пе? Ой, жетеді сол. Қазір балалар келеді. Соны аламыз. Мектеп өмірінің өз қиындықтарын көріп өскен қауым бар. Олар мектеп ішіндегі төбелестің ер азаматтың қалыптасуына көмектесетінін айтады. Бірақ не үшін? Міне осы сұрақ біздің еліміздегі мектептердің білікті мамандарын алаңдататыны рас. Олан, кеше әкең түсіме енді. Мен де түсімен еткейді. Түсімде әкең екеуміз сенің университет бітіріп жатқан салтанатты кешінде жүр екенбіз. Әкең қуанып жатыр екен. Балам нағыз азамат болды. Оқуын ойдағыдай бітірді. Енді бір мықты маман болады деп қуанып жатыр екен. Аман болсақ, сол күнге де жетерміз мама. Олан, әлгі оңбаған Оразбектің кескенін сен маған неге айтпадың, балам? Мама, мектептің өз заңдары бар. Оған сізді араластырғым келмейді. Сен енді үлкен жігіт болдың. Ол қандай заң, айтшы маған. Сенің сол заң бөлік жұмыстарыңа енді араласпаймын деп уәде беремін. Мама, менің сізге айтқысы келмейді ғой дейсіз бе? Менің сізден басқа сұрақтар кім бар? Әкем де, ағам да жоқ. Сізге айтқым-ақ келеді. Бірақ мектептегі әр ерегеспен төбелес сізге айта беретін болсам, онда Оразбек тұрмақ өз сыныптастарымның алдында қорқақ атанам ғой. Әкем тірі болса мен жақтар еді. Ақылын айналайын құлыным сол. Әлі есімде мама. 2-ші сынып оқып жүргенімде көршінің баласымен төбелесіп, үйге танауым қанап келіп едім ғой. Иә, ол кезде сен тым кішкентай болатынсың. Сол кезде әкем не деді? Екінші көз жасын көрсетуші болма. Бар жұмырынан аққан қанды деп ашулана қарап еді ғой. Сол сөз менің өмірлік бойтұмарыма айналғандай мама. Қайда Оразбек сияқтылардың болған жақсы. Мектеп бітіргенше қорқақтығың басылып қалады. Бата тимесе қата тиеді деген сөз бар балам. Тегі жүрсең тоқ жүресің. Мама, менің сыныбымда 12 ұл бала бар. Біз бәріміз де таяқ жеп көрдік. Ешқайсысы ешкімге ештеңе айтқан жоқ. Таяқ жегеніңді мамаң айту, ол мектеп ішінде өліммен тең. Туф, ондайыңды енді сенен бір шет естіп тұрмын ғой, қайдан білейін. Ойымдамаңыз мама. Сабақ үлгерімім нашарлап кеткенін де білем. Бірақ бәрін тез түзеп аламын. Ал Оразбекке қарсыласпауымның себебі де бар. Әйтпесе, одан қорықпаймын ғой. Қой, сол Оразбегіңді, оны енді мектептен шығаратын болар. Егер мен Оразбекпен төбелессем, онда үлкен сыныптағылардың алдында жаманатты боламам. Мектептің ішкі заңы бойынша мен оны тыңдауым керек. Қызық, сіз сенбейсіз. Бірақ осындай мәселелер бар. Туф, мектептегендерің өзі қандай қиын өз. Келіңші бетіңізден бір сейін. Ойымдамаңыз, енді мен үлкен жігіт болдым ғой. Әлде үйленіп алайын ба? Қой құрсын, оқуыңды бітір. Жай қалжыңдаймын мама. Қой мен тұрайын. Жігіт болдым дейді ғой өзі, жігіт. Сенің миың бар ма өзі? Сен 11-ші сыныпты бітіресің биыл. Бауырларыңа болысқаның орнына көзің көгертіп барасың. Өзі кінәлі ол. Қалай өзі кінәлі? Сен ақша сұрағансың олардан. Біз 9 оқыған кезде бізден ақша талап еткен. Не деп, не айтып тұрсың сен? Не айтып тұрған түсінесің бе сен? Ақша бопсалау қылмыс. Қазір арыз жазса, сотталып кетесің сен. Жазбайды ол. Қайдан білесің оны? Арыз жазатындарды ешкім ұрмайды. Бұл мектепте оларды ешкім адам қатарына да қоспайды. Жүр ғой ондаларды. Мен ұрсам, тек намысы бар жігіт боламын деп жүргендер тұрам. Ал сабақта неге қалып жүрсің? Азат ағай, менімен сабақ туралы сөйлесуге шақырмаған шығарсыз. Әлгі қорқақ ұлан туралы айтайық та, қайтайық сонымен. Басыңда бір түйір миың болса, оғар едің ғой. Сабақ оқы, сабақ оқы. Ертең 5-ке оқыған ұланға жұмыс істейтін боласың. Сен емес сол бастық болады. Сен емес сол кәсіпкер болады. Ұқтың ба? Бай болса да, кәсіпкер болса да, ол оның өз өмірі. Мен оған қызықпаймын.
3 шыдасаңыздар болды. Мектеп бітіріп кетеміз. Бірақ ертеңгі күні басқа мектептің жігіттер келіп, әлгі қорқақтардан ақша талап еткен кезде, мен есіңізге ала сәл. Жоғал көзіме көрмей. Иә, енді мен айтты екен деп ойлайды. Мен айтпасам Қазанбас пен Оразбек сені аямайтын еді ғой. Болды, қойшы Азамат. Одан да олар қалай жауап қайтарамыз, соны ойлайық. Мені Оразбек шақырып жатыр. Барасың ба? Барам, жеп қоймайтын шығар. Бармай қос сол жерге. Босқа тағы таяқ жейсің. Үйренген таяқтан неменеге қорқам? Одан да бірігіп қарсы тұрмасақ, ертең тағы да ақша сұрайды олар. Ұлан, олар биыл бітіріп кетеді. Сұрағанын бере салу керек. Өздерің біліңдер. Ұланның өз жүрегінде қабылдап қойған шешімі бар еді. Ол сол жолмен жүруге бекінген болатын. Ал сыныптастары оның бұл қадамын ешқандай да батырлыққа жорған емес. Негізі ата-аналар жиналысы кеше өтіп кеткен еді. Сіздерді бөлек шақырып отырмын. Не болып қалды? Менің ұлым бірдеңе білдірді ме? Жоқ, сіздердің балдарыңыз өте жақсы оқитындардың қатарында еді. Биылдан бастап сабақтары өте нашарлап кетті. Мектепте ұрды дейме? Енді тәртіпті қазір қатаңдатып жатырмыз. Енді бір-екі тентегіміз бар, биыл бітіріп кетеді. Сіздер балалардың сабағын қадағаласаңыздар. Менің ұлым қай сабақта үлгермей жатыр? Барлығы математикадан ақсай бастады. Геометрия мен алгебрадан өте төмендеп кетті. Мына соны айтайын деп, әр қадам бақылап, әр пәннен көңіл бөлсеңіздер. Жарайды. Енді қалған мәселені жалпы ата-аналар жиналысында айтатын боламыз. Сіздер боссыздар, келгендеріңізге көп-көп рахмет. Мақсат, кеше сізге жөнсіз дауыс көтергенім үшін кешірім сұраймын. Жалғыз бала болған соң алаңдаймыз ғой. Ештеңе етпеді. Бәрі жақсы болды. Жақсы, рахмет сізге. Ұстаз. Иә, ұстаз деген ұлы жолды таңдап алған жандардың өз жанұясынан гөрі өзге жанұяның жағдайын көбірек ойлайтында шындық. Себебі жауапкершілік деп аталатын қасиетті парыз олардың кәсібінің негізгі кілті. Мақсаттың да көздегені осы еді. Мектеп ішіндегі тәртіпсіздіктерді жою оның азаматтық парызы болатын. Қазанбас, күреске қашан қатысасың? Білмеймін. Қатысаңшы бір нәрсеге. Жүресің босылай. Мен болсам боксқа да күреске де түк таппады деген шағыма үйірмесіне де барам. Қыздарға қырындауды үйрететін үйірме болса, қатысар ем. Бас десем құлақ деп. Әне, келді. Мұны жалғыз жүр ғой? Өлетін бала Оразбекке қарай жүгіреді деші. Қазір қара. Оразбек, енді мен саған ақша келмеймін. Ұрсаң ұрып таста. Мынау не дейді, я? Неге қарсы шығып тұрсың? Себебі мен жігітпін, қорқақ емес. Жігіт болдым да, я? Мә саған. Тағы ұрасың ба? Жігіт болдың да, я? Жарайсың. Айыр, бүгін киноға барып қайтсақ бірге. Мені мамам жібермейді. Жоқ, күндіз көрсетілімге барамыз ғой. Онда баруға болады. Саған қандай фильмдер ұнайды? Маған комедия жанрындағы фильмдер ұнайды. Комедия? Маған да сол ұнайды. Онда бүгін бірге барайық саған. Жарайды. Сәлем, Айыр. Жігітіңмен бір-екі минут сөйлессем бола ма? Кім айтты саған менің жігітім деп оны? Иә, Оразбек, біз жай... Кімді ақымақ санайсыңдар? Осы мектепте 2016 жылдың хит сендерсіңдер ғой? Жарайды. Бергіш сөйлесейік. Ұлан, мынау саған. Керек емес ақша, өзің ал. Қорықпа, бұл шын ниеттен ғой. Ал. Сенің ақшан ғой. Сен жігіт екенсің. Менің тобымның алдына жалғыз келіп, елме кететіндер сирек. Ал,
Бауырымыз ба? Бауырымыз. Қызым кетіп бара жатыр. Кете берсін. Жарайды lan. Мектептің тынымсыз өмірі жалғасып жатты. Күндер зымырап, түндер оларды есейтіп жатқандай көрінетін. Бұрынғы ұяң, жасқаншақ ұланның кеудесінде жана бастаған белгісіз сезім оны жылдам өзгертіп жатқан еді. Отырсаңшы желкеге тұрып алма. Менде ақша жоқ. Қазір келеді ақша. Назар аударар болсақ, сенер болсақ, өте мықты қарсылас. Қанат Ислам, Қазақстан. Мынаны ал. Ұлан, жаңағы саған ақша алып келген баланың кім екенін білесің бе? Жоқ. Менің көршім. Болса қайтейін. Оны мен жақсы араласам. Енді бірден айтып қоймайсың ба? Ұлан, сен өзіңе қарадың ба? Айнаға қараш. Қандай адам болып кеткенін білесің бе? 2 ай бұрын елдің бәрінен таяқ жеп жүретінсің. Бірақ адал болатынсың. Ал қазірше оқушылардан ақша жинайсың. Бірақ бәрі сен жек көреді. Тіпті айырудың өзі де сенімен сөйлескісі де келмейді. Азамат сен. Бастық атырмаш. Менің де әкем өмірден өткен. Жалғыз сен ғана қиыншылық көрді дейсің бе? Адам болып келдің бе, адам болып жүр дейтін менің әкем. Ең негізгі заң менің әкем сөзі. Сенің мектебінің заңына түкіргенім бар. Ұқтың ба? Сол жекпе-жек секілді бүгінде Қанат бұл кездесуде Ұлан, кеше мектепке жиналысқа бардым. Тағы мен жамандадым ба? Иә. Сен неге елдің балаларын қорқытатын болғансың? Енді олай істемеймін, мама. Бүгін түсіндім бәрін. Ештеңеге араласпаш, балам. Тып-тыныш сабағыңды бітірші өзі. Жоғары оқу орнына түс. Жарайды, мама. Кешіріңізші мен. Азамат та кешіретін шығар. Оған не болып қапты? Жай. Жарайды, мама. Мен кеттім. Мектепте болам, кешірек келем. Тағы да боксқа барасың ба? Мама, өзіңіз енді спортпен айналыс дедіңіз. Енді үйге қайт дейсіз. Жарайды, балам. Жарайды, бара ғой. Бар. Ал жігіттер, бұдан былай мектепте ешкім ешкімнен ақша алмайды. Ешкім ешкімге әлім жетті жасамайды. Ұқтыңдар ма? Мен Оразбектей болғым келмейді. Ол дұрыс емес екен. Тату болайық. Егер мектепте біреу-біреуге тиісіп жатса, бірден маған айтыңдар. Немесе мақсат ағайларыңа айтыңдар. Ұқтыңдар ма? Шынымен ба? Азамат, кешір мені. Басында өзімді керемет сезінгенім рас. Сөйтсем оның бәрі түкке тұрмайтын нәрсе екен ғой. Келді. Ал, не тұрыс? Сабаққа кірейік. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы ағай. Егер артымызда бұғанасы берік, қанаты қатайған және елім дегенде еміренетін ұрпақ қалсын десек, баланың санасын мектеп жасынан бастап тәрбиелеген дұрыс дейді көпшілік. Ал мектеп табалдырығын аттаған жас бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды парасатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу әрбір ұстаздың борышы.